Саламатсыздарбы? Бүгін 16 май 2024 жыл. Мұратали Бауыр акөзге ескеру жана ушундай Куран окутуу Покровка айыл ичинен бир көчөнүн атын койдурганы бүгүн чогулдук. Ошо маарекеге куш келипсиздер. Саламатсыздарбы, кымбаттуу урматтуу коноктор. Бүгүн мына 2024 жылы 16 майда бүгүн Бауыр акебиз Бауыр Мураталиевке эскерүү катары жана Куран окутуу жана ушу Покровка айылынын ичинде бир көчөнүн атын койдуруп берүүгө бүгүн элчи сиздерди чакырып ушул дасторкондо күбө болуңузду деп чакырдык. Урматтуу коноктор, ушул аземди ачылышынын астында жалпы арбактарга жана Бауыр акебизге Куран окуууга уруксат этсеңиздер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ошол каңгырамдын сообун акыркы өтүп өткөн Мураталы уулу Бауыр атабыздын рухуна багыштадык. Жаткан жери жайлуу, топурагы торку, ыйманы жолдош болсун. Аллах Таала бул атабыздын жаңылган жазгандарын, кетирген каталыктарын кечирип кабырын нурлуу, ыйманын жолдош кылсын. Аллахумма Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah. Rahmatullah. Урматтуу туугандар, Муратали Бауыр акебиздин бир автобиографиясын окуп берүүгө уруксат этсеңиздер. Муратали Бауыр Мураталиевич 1939 жылы 8 мартта Покровка айылында төрөлгөн. 1946 жылы 1-класска барып 1956 жылы аны бүтүргөн Чоң Коргон орто мектебинде. 2 жашында атасынан жетим калган. 9-класс окуп жүргөндө апасынан калды. Жалгыз турмушту куруп баштаган. Мектеп бүтүргөндөн кийин эмгек жолун колхоз таласта сугатчы болуп иштеп баштаган. Алдыңғы сугатчылардын катарына жетишкен. Колхоздун жетекчилери жолдомо берип, Бауыр акени жогорку жайга окууга жолдомо берип жиберишкен. Агро институтка 1962 жылы 1967 жылы бүтүрүп, агроном кесибине ээ болгон. Кайра келип колхозго звеньевой болуп иштеген. 1969 жылы Чарбага инструктор болуп Киров районуна кошолгон. 1972 жылы Көксай совхозуна Киров районуна парторг болуп шайланган. 1975 жылы агроном, главный агроном кайра колхозго чакырылып, биздин Киров районунда шу жерде Талас колхозунда главный агроном болуп иштеген. 1978 жылы 40 жылдык совхозго Манас Киров районунун главный агроном. 1979 жылы заместитель председателя кайра колхоз таласка чакырып, колхоз таласта иштеген. 1980 жылы колхоз экиге бөлүнүп, Талас колхозу, Карача колхозу болгондо Карача колхозуна главный агроном болуп шайланган. 1982 жылы Зак району, Манас районуна которулган. 1984 жылы колхоз Таласка кайра главный агроном болуп келген. 1987 жылы
колхоз таласта председатель правком болып иштеп келген. 1991 жылы колхоздор бөлініп, колхоздор майлы шаруа бөлінгеннен кейін диқан шаруа uyuштырып, şu жерде иштеп жүрді. Жана ошондой колхоз таластын семенной хозяйствосына запусқа өткізді. 1999 жылы пенсияға шығып, колхозбенен бағында қоштасып, анан өзүкө диқан шаруа курган. Бауыр ата диқан шаруа курду. Ал диқан шаруа ушул күнгө чейин иштеп, 6 диқан шаруаларда болду. 2000 жылы Аксакалдар сотунун төрагасы. 2000 жылдан 2014 жылга чейин Аксакал сотунун укагы айрылды, прокурорго айрылды. Укам 100 жолу райондук кеңешке депутат болуп сайланган. Өкмөт тарабынан бир нече грамоталардын ээси. Бауыр аке жана апа жеңебиз Альбир жеңем 7 баланын атасы. 4 эркек, 3 кыз. 20 неберенин баягы чоң атасы, чоң апасы. 16 чөйрөнүн чоң атасы, чоң апасы. Урматтуу туугандар, мушу тааныштырып коелу ушундай. Энчи сөздү биздин ушул жерде отурган бүгүнкү чакырылган коноктордун арасында акимдер, айыл өкмөттөр келип отурат. Ошо акимдин жоктугуна байланыштуу бул жерде биринчи зам отурат, Нургазы Чолпонкуловичке сөз кезегин берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Бүгүн ошол Бабыр атабызды эскерүү күнүндө баарыбыз жолугушуп отурабыз. Бизде жогоруда Курмантай аке өмүр баянын окуп айтып берип өттү. Ошол Бабыр атабыз өзүнүн ата энесинен эрте калса да, ошол өзүнүн эмгекчилигинен, ушундай өзүнүн иштармандыгынан, адамгерчилигинен ушул баардык иштерди базып, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн барлық кызматтарды иштетип да, пенсияга чыккандан кийин да үйдө отурбай ушул Аксакалдар кеңешинин төрагасы болуп, ошол Манас районунун ошондой эле Покровка айыл өкмөтүндө кылган эмгектери ар бир билген, жакын туугандардын жүрөгүндө буга окшогон ийгиликтердин баардыгы эсте калат да. Анан бүгүнкү окутуп аткан Кураныңыздар кабыл болсун. Мынакей ошол Бабыр атабызды райондун Покровка айыл өкмөтүнүн эли, ошондой эле айылдык кеңештин депутаттары ошол эмгегин баалап, ошол Мураталиев Бабыр бир көчөгө атын берип, бүгүнкү күндө эскерүү күндө эстеп жатабыз. Ошол атабыздын жаткан жери жайлуу болсун, ошол балдарына, кыздарына, ошол ата жолун жолдогон неберелерин, чөйрөлөрүн ошол Бабыр аксакалга окшогон ошол мыкты инсандардын чыга беришине тилектешмин. Ошол мамлекетибиздин өнүгүшүнө кошкон салым үчүн ошол Бабыр атанын балдарына, кыздарына ошол өзүмдөн жана ошондой эле райондук мамлекеттик администрациянын акимден Досмамбет Аматовичтин атынан ыраазычылык билгизем. Ошол бүгүн Кураныңыздар кабыл болсун, ар дайым жакшылык, ийгиликтер болуп, үйүңүздөрдө ошол мындан кийин жалаң тойлор болсун. Чоң рахмат. Кол чапкылыңыздар. Рахмат. Ошондой эле Манас районунун биринчи орун базары Азия Аземкуловна сөз кезегин берсек. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү тиричилердин бүгүнкү окуп жаткан Бабыр акеге арнап окуп жаткан Кураныңыздар кабыл болсун. Анан урматтуу ушул бүгүнкү Куран окууга катышып жаткан агайынелер, эжекелер, мен Бабыр аке жөнүндө эмне айткым келет. Мен өзү Бабыр акени көптөн бери билет элем да. Баягы бир жагы кызматка аралашып жүргөн убакта билет элем. Андан мурун билет элем.
Бауыр акени мен бир ушул районубуздун бир активдүү адамы катары аябай жакшы билем. Мен өзүм ушул райондо ишке аралашып иштеген мезгилден баштап ушул ишим дагы Бауыр аке менен Бауыр акенин ушул коомдук иштери менен бирге болду да. Бауыр аке райондо баягы центр айыл өкмөтү болгонуна байланыштуу Бауыр аке биздин баардык бир эле айыл өкмөт эмес, ошол жалпы райондун аксакалдар кеңеши да Бауыр аке деп билчүбүз, аксакалдар соту да Бауыр аке деп билчүбүз да. Бул киши ушунчалык ыраттуу жумушту билген, өзү саясий көз карашы дагы аябай терең, бир сырлуу, ушунчалык бир орундуу, сөзү да орундуу, өзү да жасаган иши да орундуу, өтө сабыр кармаган ушундай бир адам катары менин эсимде калды да. Бул кишиден биз көп нерсени үйрөндүк. Ошол эле оор мүнөздүүлүктү, сабырдуулукту. Анан мен бүгүнкү күндө ошол Бауыр акенин кыздарын, балдарын көрүп отуруп, мына ушул кишинин терең тарбиясы, үлгүлүү үй бүлө катары билет элек, сезет элек. Мына азыр Курмантай эке ал кишинин өмүр баянын айтып берсе, менде дагы башкача ушундай жакшынакай ойлор туулду да. Бул киши баягы союздун адамы деп коебуз. Биз бул кишилерди көргөндө биз ата энебизди көргөндөй болчу элек да. Бауыр аке иштебеген иши калбаптыр да. Ушул райондун түзүлүшүнө, ушул райондун курулушуна, жетишкендиктерине ар кайсы жерде иштеп, ошол өзүнүн салымын кошкон адам экен. Биз мына бүгүн дагы көрүп атабыз. Бирок учурунда бул киши менен бирге иштеп, биз бул кишиден далай тарбия алып, көп нерсени үйрөнгөнбүз да. Ылайым ушул жаткан жери жайлуу болсун, элдин рахматы тийсин ушул кишиге. Анан бүгүн бир жакшы иш болуп аткан экен. Ушул балдары, кыздары сиздерге дагы терең ыраазычылык. Мен ойлойм, мына ушундай адамдар биздин районубуздун тарыхында алтын тамгадай болуп калыш керек. Бул жумуштун чоң кичинеси жок, бирок ушул райондун курулушуна, ушул райондун өсүп өнүгүшүнө көптөгөн адамдардын көп салымдары бар да. Ошолордун бири биз Бауыр аке деп түшүнөбүз да. Бауыр аке ушул кайсы жерде иштесе, бир мындай орустар айтып коет го, ключевой. Ошондой бир эң бир маанилүү, мазмундуу, жоопкерчиликтүү жумуштарды алып барган экен. Менимче эң татыктуу, туура чечим деп ойлойм. Эстен чыгарбаш керек мындай адамдарды. Мына мен бир кыстырма айтып кетким келет ушул жерде. Быйыл биздин районубуздун 80 жылдыгы. Кече бир жерде талашып атышат, 80-жылдан бери эсептеш керек деп. Жок, биздин районубуз 44-жылы түзүлгөн да. 22 мартта ошол өкмөттүн токтому бар экен да. Мына ушул 80 районубуздун 80 жылдык тарыхынын дегеле бир 40-50 жылын Бауыр акеге окшогон адамдар ошо катарда жүрүп өткөргөн да. Ошо алдыңкы сапта жүрүп туруп иштешкен. Ошондуктан 80 жылдык карата бул кишилерге карата ушундай иштер жасалып атканда мен өтө кубанычтамын. Биз азыр мына 2 күндөн бери китеп жасап, ушул китеп 80 жылдыктын китебин чыгаралы деп аракет кылып атабыз. Мен ойлойм, ушундай адамдар жөнүндө дагы бир жакшынакай сунуштар болот. Ошол жерге бир элесин, эстелигин калтырабыз деген ойдобуз да. Аны дагы сүйлөшөлүк. Анан азыр сөзүмдү кыскартып, ушул курамыңыздар кабыл болсун. Балдарына, кыздарына, неберелерине, чөбөрөлөрүнө ушул Кудай узан өмүр берсин. Бактылуу талайлуу болуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат деген. Сөз кезегин улантсагандымыз биздин ушу Семетей айыл өкмөтүнүн айылдык аймактын башчысы Кубанычбек Рахымовичке берет. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу конуктор, анан биринчиден ушу сөздүн алдында Бауыр акенин балдарына ушу бүгүнкү программага кабыл болсун. Мен ак иш менен дал мындай түз байланышта болгон эмесмин, бирок мен майда турам өзүм. Азыр бул курсам мен эстеп кеттим, албатта бала кез болчу. Но эртең эле ушу азыр өмүр баян айтып отурса, ошо менин бир эме эткеним дагы жакын калбаганы парткуруп иштеген экен. Бул
союз убагында парторг деген кишини жөн ишин койбочу. Мен билишиме караганда. Анткени парторг деген бул мындайча айтканда башкарманын уровень деңгээлиндеги киши болчу да. Ошол акта союздун эң күчтүү моменти ушундай болгон. Демек ал киши ошондой даражага ээ болгон кишилердин бири экен деп калдым да. Анан албетте жана өмүрбөй болсак жалаң эле ушул эл менен дыйкан менен болуп жүргөн экен, жер менен. Мына азыр айтып атат, мага чейин кеңеш менен бул кишинин атын бир көчөгө коюлган экен. Бул туура. Анткени кийинки муундарда билиш керек мындай кишилердин атын ким экенин аябай туура чечим кабыл алган. Биз кетебиз, бирок биздин кийинки муундар мындай кишинин атын эч убакта өчпөй билип жүрүш керек да. Анан аябай туура чечим кабыл алган экен. Ушул райондон бир көчөнүн аты аталган экен. Ошол эми жаккан жери жайлы болсун, прокурор болсун, мага чейин айтып кетти бул кишилер. Мен ошого кошулуп атам. 80 жылдык китепке бир бетти ушуга ушу кишинин аттары калыш керек да. Кийинки муундар окуп билип жүргөндөй болуш керек. Эгер туура көрсөңүздөр, ушул жөнүндө кыскача маалыматтарыңыз болсо, биз сунуштайбыз да, жана китепке 80 жылдыкка деп. Рахмат. Чоң рахмат. Бул көчөнүн аталышы деп көчөнүн койгону билдирип кетейин. Автовокзал бар го, автовокзалдан кийинки эле көчө. Бул көчө нар жактагы көчөнүн аты Алисей көчө болчу. Берки көчөнүн аты Алисей көчө болуп калды. Эч мындай картага ылайыксыз болуп калгандан кийин госрегистрге барып, айыл өкмөткө барып, анан ошону туранып жазап, туура деп туруп чечим чыгарып берди. Семетей айыл өкмөтүнүн баягы айылдык кеңешинин депутаттары. Эки сөздү ошо көчөнүн тургундары мына бүгүн ушул жерде отурушат. Сөз кезегин арасынан ушул жаш тоозо баягы Марат Токоновичке койдук. Ал чакырыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жакшы шандын катышуулары, коноктор, аксакалдар, апалар, эжелер, карындаштар дегенде. Мына бүгүн жакшы күндөн бери себептерин биздин жамааттын, биздин көчөнүн аты Бабар атабыздын атынан коюлуп, мектеп балдары жакшы Куран чыгарткан экен. Окуткан Кураныңыздар кабыл болсун. Эмне айтмакчымын? Мына бүгүн жакшы тилектер, жакшы каалоочулуктар айтылды. Мына бүгүн районубуздун быйыл 80 жылына карата биздин көчөдө бир Бабар ата көчөлү аталып, үй номерибиз тура такталып, мунун баары азыр 21-жылдын дегендей такталды болбойт экен, документтер туура келбейт экен. Мына бүгүн Бабар эке атабыз айткандай, илгери бизде бала болуп калдык, кийин талим тарбиясын алып, мына балдар менен болот, баласы менен классташ бир тең-түшпүз. Бизге көп максаттарын үйрөттү да, ошол айткан акыл насааттары, ошол айткан кишинин талим тарбияларын алып, биз деле мынакей сиздерден кийинки, ошол кишилерден кийинки өсүп аткан бугундарыбыз. Дагы жерде бул Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Атам өзүн, атамды көргөн өлмөсүн деп. Мына Бабар атабызды көргөн тең-түш курулар отурат, инилер отурат. Бул аксакалдар да жакшы тилектер айтат болуш керек деп ойлойм. Анан эми дуа кылса Бабар атабыз айтып кетчү эле, эмнени эксең балам ошону аласың деп. Мына бүгүн Кура калса бакандай жашнакай балдары бар экен, Куран чүрүп, эстеп, ушуларга талим, жаш талим тарбия берген. Буларды биздин райондун эли көрүп дагы сыймыктанса болот, балдардын кылган эмгектерине. Бар болуңуздар, Бабар атабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун. Ушул Кура калса, ушул кийинки кылатылган иш-чараңыздар үйүңүздөрдө той болсун деп кетмекчимин. Эми баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат, чоң рахмат. Сөздү улантайык, аныбызды бүгүн ушул жерде отургандардын арасында аксакалдарыбыз отурат. Бабар эке менен иштешкендер отурат, Бабар экенин жакын туугандар отурат. Эми сөз кезегин улуулата аксакал деп туруп, ушу бирге иштешкен
Елей әкеге сөз кезегін берді. Елей әке. Бұл Елей әке өз жағына биыл 85-ге шығып, 86-ға кетті мұнда жатқанда. Бауыр әке өкөйі şu колхозда тырмақтай кезінен бірге іштескен. Анан дағы бір жақшыға біресе айтып кеткім келеді. Бағы Елей әкенің қарлы келе болса, ақ мінезі, жазған кітептері, жазған ырлары, сөйлеген сөздері ошырдың ойды. Адам шығардағы көп жылдан бері ешкім білген емес. Жақында да бағы шешіліп, ашылып, енді білсіндеп, мұндай шатқанда бағы көміске жатқан нәрсені айтып қойға ұрсат едіңіздер. Бұл білгері колхоз талас 3 колхоздан біріккен. Тұрау? 3 колхоздан бірігіп, ана колхоз талас болған. Бірақ колхоз таласты оша кезде Василий Иванович Улиска деген бағы отырған активтеріне сұро берді. Колхоздың атын еміне қойып десе, арымыз арғандай сұро, арғандай сұныстарын кіргізеді. Анан оша кезде Елей әкеміз жас кездеген, ана Елей әкеден сұрапты. Вы как думаете, Елей әке тұрып мое предложение поставить колхоз таласты. Ладно, шығып кет қалды. Аны тез келгеннен кейін айтады, бүгін şu Елей, почему ты так сказал, Елей айтты. Яғы талас, аққан су талас, таластың суын жегінде талас колхозы болса жақсы болды десе, правильно еді. Аны собрание çoğultup, аны колхоздың атын талас қойған. Талас қойған бағы колхоздың атының авторы ұшы Елей әке. Bir қол шап қойыңыздар Елей әкеге. Оша колхоз қанша жылдан бері іштеп, осы жерде біз кішінекемізден еңбектендік, чоң ойды көстік. Енді ұшы Бауыр әкеменен ұшы колхозды тырнақтайынан ұшы кішілер көтергенде мысетіне. Ұшы іштеп көшкен, ұшы кішіге сөз берейік. Құрметті меймандар, мына бүгін Бауыр әкенің мұратауы ұлы Бауыр әкенің арбағына құран бауыр тақпайлар деп үйбілерді шындай шешімге келді. Бүгін өткен отырады. Көтеткенден кейін артында балдар қалды. Ömürlük duayı kempir kaldı. Ravşalar biri oturup arkadaşlar buna bugün ötküz vatat. Bunlarla ben çok rahmat aytım gerek. Unutpay, çünkü beş gelip tümküde Kur'an bağışta. Sorağım, anneannemi bol Bauer Murat'ı uğurmayan ben 70 yıldayım. Birge yürüdüm, kustun iki kanatındayım. Kuşup benim üstü silah, İskişehir üstü Kasırmaya aydı. Bir üstten çalı geçse, anı onda pırdı. Bir üstü zardan benim, nasımdayım onun yerden yürüdüm. Daha büyükleri katlaştırılgan yok. Gözetkense katlaştırdık. Yemi bayağı açıldı, bir açıldı. Ben köp soru oturmayın, bu 70 yıl içinde kılgancı muhtar oldu. Binalar olsun bana açılacak vakit gökteriz. O için ben aytarım. O için Bauer'a Ake'nin Çatan gelikler boğdum, toprağı boğdum, Daycanlıktan çay versin, beni yoldaş kıldım. Ardında kalan ballarına, birbirlerine uzun ömür verip işlerinde iyilik versin. Koça kocanızlar kanalımızı oturduğunda. Bauer Akem özü bir sırlığı kişiler. Bauer Akem aytkanın tak atkaçıdır. Anam біреуден сұрағанда дағы шындай сұрау болса, атқарылса тарынып деп шындай наказание өтеді.
ошондо дагы өзү кичинекейинен бирге чоңоюшкан, өскөн, ким болбосун бир жакшы дос күткүзгенет, жакшы жолдош күткүзгенет. Ошо жолдоштук иретте, достук иретте ушу чоң Борбон мектебинде бирге окуган Жүсбек акебизге сөз кезегин берсек. Кол чап койсоңуздар. Biz 1953-52 yılları Çoğurgan Orta Mektebi okumadık. Ben bu işini tanımayım, bu işi beni tanımayım. 9 yıl mektepte okup bana 10. katı bittim. 10. katı bitkende ben hangi işini kalkos işlep kaldım 3-4 yıl. Ben de kalkos işlep kaldım. Haraki bu işi okuğa gitti, sen koskoy men ındığa muğal bolup kettim. Ortadan 10 yıl ötüp etti. Ököz bir üstü tapmaya kaldım. Anan okudu bitip kelgenden keyin ben anı izledim. İzlep, Pakroqar bir orayına koş koygun. Kirip barsam oşa orayı köp Piratkin degen bolçu. Oşa Piratkin'de instruktor oluşu attım. Bunu o yerden taptım. Anan öközü sıraştım. Anan ayaktan çok sarı getti, çok kötü getti, meyve getti. Anan öközü orta olsa, o yılda ben yüzüm kaldım. Anan o yıldan taat, anan yedi oluşum. Peki şortlar. Bizim yoldaş olduğumuzda Abbas Gönül'deki çoğu hizmet kıldı. Hatta Abbas'ı okuganda mektepte gelgenlerden yüge çetpe oranda Abbas gel aylanayın bağırdın yoldaş balatı öközü çakşakatı şusap çatır koçu. Ana metek özü al, bizke köz tatlıgın eken. Ayarda jino atırında ökövüden. Koçotu ökö bağır Abbas'ı rahmatlı kaçıp olup etti. Ana keyin ökөz oşunda başlap joldoş bola başladık. Bul endi Bakengdin jakşı jeri hiç kimge jaman aytkан emes. Sizin biziz menen bolдук. Ökөz joldoş болгондо bir-biribizге jaman söz ayткан жокпуз. Жүзкө, мен Баке, мен Жүзкө, мен Баке деген ошойдо өттү. Эми бул ишинин жаткан жери жары топурак торкол болсун. Мынакей артына балдар бар экен, чөйрөсү бар экен. Артына калган жубайы калбыгы аман-эсен союп берсин. Bularga çoğu rahmat. Жаткан жери жалуу топурак торкол болсун. Rahmat. Çoğ rahmat Жүзге. Жүзге чын bir kol çap koyuyorlar. Çoğ rahmat sizge, çoğ rahmat. Hanımıza söz gezegin ulantıp, söz gezegin tuğanların arasından Toqqan eke söz gezegin siz gördük. Kımbattуу tuğanlar, ardактуу tuğanlar. Daha bugün biz şu Bağırken benim 2 yaşım eken arkasından biz de çoğayıp kartayıp kaldık buna. Kuda buyursa 82'sine jet biz de yaşavatağız. Kuda kalırsa şu Bağırken'in ardında kalan balları, kızları aman bol, esen bol, yer içinde, yurt içinde şular Kuday Teala'nın yaxşılığını görsün, Kuday Teala'nın ıntıbağı versin, Kuday Teala'nın ömrünü versin. Biz şu daima şu yerde Kur'an okutup bugün Kuday Teala'sa Bağırken Albağ'ın bir oğudar saldık oşul Bağırken'e arkamdan bizler çoğayıp kartayıp kaldık. Şu Bağırken'in kalkan bazıları, kızları aman olsun, esen olsun, yurt içinde el aman olsun, yurt aman olsun, yurt içinde şu biz aman olarak varız. Var gibi den sağlık kalayım, var gibi uzun ömür kalayım, var gibi unutmak kalayım. Hep ben şu sözümün ayağına çıkayım. Koy rahmat, kol çap koyuyorlar. Toqqan eke sizden 100 geçirdiniz, 100 rahmat. Şöyle veriniz. Hurmatlı tuğanlar, Bağırken bir kezdе, жаш кезинде
Жакшылыкка жадырап жайнап жүргөндө таласка барып, таласта биздин жеңебизге үйлөнөт. Кальпи жеңемдин бүгүн ушул жерде келип отурган индилери, Бауыракемдин кайнысы Анарбек Эйке келбойдон сизге сөз тилегиңерди коюп. Бир жесиңиз жөнүндө бир жакшылыкка каалоо тилегиңизди айтып, бүгүн көчөнүн коюлушу менен жакшылыкка ошол бир каалоо айтып койдуңуз. Geliniz. Eyvallah, şunday yetkinliğin sayımızı varlatmanken ben kaynız varım, ki aramda ana beklerim. Yetkinliğin futbolun kullandığını kötülüğü, şöyle çarpılık var. Şöyle yetkinliğimizde Mehmet Kelvat'tan için kıyafet saydım. Rahmat, çok rahmat. Mağazanızı tamam zevk bütünleyin söz başlayamadı. Tamamınızda tatlı olsun. Bir yarım saatler Bursa'da alayım. He? Neme Muras'ta başkanlığında biraz bir neme çok yalan ceyem sözü bu pazarda ilimlerine rahmat, kızlarına rahmat, gelinlerine rahmat. Yani bu şunca Bağırakem Captan geleceğine olsun, toprağa toplu olsun, Aymana yoldaş olsun, o şu işin basmancı olun, ülke tutturduruyor. Rahmat. Hoşumdayla söz gezegen şu yetim bekimler kuzu. Davranke Joshua istiqolatı nazarına çeke. Nini. Çıkan yeri caylı olsun. Kötüye estirip koyamam. Çok rahmat. Köpçü kolça koyduğumuzda. Bağıraken daha bir yerini ayıp etkin gelet de. Bağ özünün, bağ içki düğünözü, yürüyen sözleri, oyluğun oyları, gelecekte ne olur, kanday olur der. Ana şu bağıracak kırgızlar jakşı makal var. Tam satı alma deyip, jakşı bir koşuna satı al deyip. Oşa jakşı koşunaların biri Talayeke, sizge söz gelemeyecek. Kendinizin Talayeke'nin barınızda besler ömür boyu bu kişi dahi Gökbek Kayvet hizmet kıldı. Arşivliktora Manaskir rayonunda şu kişi kütüp. Bugünkü günde dahi işte tez yakışıksa da işleyimde, kiyin isteperinde. Koşa koyduğunuzlar bu kişiye çok rahmet edip koyduğunuzlar. Bağıraken terbiyesini bize baldıranlar yok. Bunday aytqanday alışqı tuğanday jakşılık koşuna dep men de şu Bağıraken terbiyesini alıp çoğoydum. Bağırake özünün punktualnesi menen, özünün tak жүргөнү менен айырмаланган insan болчу. Bağırake ayткалы сөзү акылы, тунук, даана карап бүт жумушка трезвый отношение алган. Биз экөөбүз кошуна гана болбостон устат шакирт катарда көп аңгемелешип отурган инсандардан болдук. Bağıraken'in жүргөн турганы, баскан изи район үчүн чоң үлгү. Эмнеден жаткан жери жайлуу, топурагы торку болсун, иманы саламат болсун, коюлган ат, көчөгө коюлган ат өчпөсүн. Bağıraken ушинтип эстеп тургулардары аман болсуңуздар, бар болуңуздар.
Рахмат, чоң рахмат. Қол шап қойыңыздар. Қол шап қойыңыздар, чоң рахмат. Енді құрметті болғандар, барлығыңыздар тамақ қандай дағы дібі болды. Сіздер сұрастар, сез тұрам, 1 минут, 5 минут сұрақ қойыңыздар. Анымызды құрметті туғандар, бүгін осы жерде келіп, үшін кешеге қатысқаныңыздарға рахмат. Қазір бір Құран оқытайық, Құран оқытардың астында дағы бір нәрсе айтып кеткім келеді мен. Біз кішкентай бала кезіміз, кішкентай жас кезіміз, Бауыракем үйленді дегенде сүйінген бір. Үйленгеннен кейін Бауыракем балалы болды, жеті баланың атасы болды. Бірге іштестім, бірге жүрдім, мен де көп тәлім насихаттарын ұқтым. Бірақ осы Бауыракені қылған, Бауыракені ертеден кешке шейін жұмысқа жіберген, жұмыстан тозып алған, осы қалбі жеңіме бір чоң қол шағып тұрып, разысыз білдіріп қойып, қалбі жеңе тұрып қойып, келіңізден бияқа қалбі жеңе. Қақы кезіңіз, бияқа. Акемдің ебір қиыншылығын, ызырын, суығына шыдаған осы жеңем болды. Ең ақырғы мәселеге айтып қойын, түсінет болсыңыздар керек. Бауыракемдің айтқан бір сөзі бар. Айналайын Құрмантай, мен ұшы жасқа келіп, байдың боғын байлап тұрмын дейді. Қашан киіземдағы жеңен келіп бұтымды бағы шұрлауын салып, топшылап, киіндіріп, ертеменен ағырының болсадағы постоянно ақ көйнекпенен жұмысқа баршы, қара костюм. Кешіне келеді, қариетімен ақ көйнек, қара костюм. Анан дағы бір нәрсе секретті нәрсесі, бұл носкиді үтіктеп берген аял бар бұл жерде, қол шапқанға пыдыр қойшы. Кім бар? Bir аял жоқ. Мына үші жеңем носкиді үтіктеп бершекеніге. Мына жеңем қанша жыл жасадыңыз? Естен шықпайды, шықпайды. Енді 46 жыл жеңеме көбірге жасаптыр. Насқы қой. 70 жыл бірге жасаптыр. Ана енді тұрыңызды. Акем жөнді Meni gelgeningizge rahmat, siz saldın baldары үшінші ескеріп атқанына сілер келіп тасыққан отырғаныңызға чоң рахмат. Сал еше қылып балдарды бақты, чоң өтті бәрін әрі бере жеткізіп, Құдайға шүкір енді мына сондай аталарын ескеріп атқандарына рахмат. Сілерге келгеніңізге шығып батаңарды беріп, өзіңізге өмір жас, дайыма жақсылық ішіңізде бақытылы болуға барыңыз. Рахмат келгеніңізге. Çok rahmat, çok rahmat. Yegemenді дәбір жоқ қол шайып болғыз, официально әкемді жақсы баққансың. Çok rahmat деген. Нағмалы. Қанасы келгенсіп, 8-ші бала қылып тұрып, әкемді бақ тәрбиелағандай болдым. Çok rahmat деген дәбір жоқ қол шайып қойып, енді молдекеге ұрсат берсек, молдеке кезіңізге жақсыға дәбір жоқ Құран оқып қойып тұр. Анан кейін балдарын өйлейік, балдарынан кейін заключительный сөз беріп қойдым. Арасынан Бекболотқа сөз кезегін берсек, бүгін бір расы бір қаулы деген айтып қойдым. Құрметті туғандар, құрметті жергілікті биліктің қызметкерлері, бүгін осы жерде отырған барыңыздардың қолуыменен атауыздың аты көшеге беріп, жерге Құран оқыған атқандарға бағызға сұрасызып, барыңыздар негіздері жақсылық болсын, аманшылық болсын, бар болуы. Рахмат, қол шап қойыңыздар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين
Wassalatu wassalamu ala rasulihim Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ecmaîn. Uşul okan Kur'an'dan soğubun Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine yaptığı Müslümanlara Cenab-ı Hakk'a ötüp etken Murat Ağa oğlu Bavur Atağısının öz ruhuna bağışladı. Jartkan jeri jaylı, toprağı torku, imanı yoldaş olsun. Allah Teala bu Atağısının жаңылған жасқандарын, кетірген қаталықтарын кечіріп қауыру нұрлы, иманын жолдаш болсын. Cenab-ı Hak жалған діннен қылған жақсылықтары жанына жолдаш, başına kölön olsun. Cenab-ı Hak бүгінгі дастархан üstüne беріп жатқан ihsandарды, çamın жатқан құрбаншылықтарды Allah Teala өзі қабыл қылсын. Allahumma Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Bi rahmetike ya Rahman Rahmanallah. Çok rahmat, çok rahmat. Hurmatlı konuklar, kelgenlerinizlerge çok rahmat. Biz bayağı sizlerin o dastarxonun üstünde bak Kur'an okuğundan keyin stol üstündeki tamaklardan keşif alıp koydular. Жалпы Акимчиликтен келген, Семет аэропортунан келген силерге баарыңыздарга чоң рахмат. Азыр бата сурап койдум. Amin. 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 Şu бүгүнкү оқытыватқан батамыз, şu бүгінгі оқытыватқан батамыз, şu бүгінгі оқытыватқан намаздарымыз, Құрандарымыз, Құдай Тағалам, şu барыкын арбағына жеткізсін, арбағын Құдай Тағалам, şu бүгін Құда қаласам, 10 жан башынан жатса, 1 жан башындағы ондай болды, біздің көзіміздің тілегімізде. Құда қаласа, Mübarek aman olsun, esen olsun, yurt aman olsun, yer aman olsun, yer arasında biz aman bularak varlığımız, Kulay Talan varlıklı diye soğuk versin, Kulay Talan varlıklı uzun ömür versin, Kulay Talan varlıklı ıntımak versin, amin Allah'a. Şu köçünün atı ömür boyu, yaşlı köçünün atı bulup yüzdü.